Минустың құпиялары сабақтар сериясының 2 сабағын өттік. Бірінші сабақта қосу азайту кезіндегі, ал екінші сабақта сандарды көбейту кезіндегі минустың біраз құпияларын аштық. Бүгін сандарды бөлу кезінде таңбамен, әсіресе минус таңбасымен қалай жұмыс істеу керек екенін біраз жерге дейін талдап, сырларын ашамыз. Жалпы минус таңбасы туралы айтқанда, біз мына бір мәселені ескеруіміз керек. Минус таңбасы қай кезден басталады? Мектеп бағдарламасында. Оң сандармен және теріс сандармен есептеулер деген тақырып негізі 6-шы сыныпта басталады. Яғни теріс сандармен таныстықтан басталады минус таңбасымен жұмыс істеу. Бірақ мен тәжірибеден айта аламын, минус таңбасымен теріс сандармен жұмыс істеу 6-шы сыныпқа дейін, одан әлдеқайда бұрын 5-ші сыныптардан басталады. Сол себептен мына минустар құпиясы деген сабақтар сериясымен 5-ші сыныптың оқушылары танысып, біртіндеп үйрене беруіне болады. Алдын алған өте пайдалы болады, болашағы өте сол оқудың, мына минус таңбасының құпияларын білудің үлкен пайдасын көреді. 6-шы сыныпта тіптен жеңіл болады. Осы бір мәселені ескертейін деп едім. Ал онда бастайық. Ең қарапайым мысалдардан өткендегі сабақтарда танысқан адам оқушы болса біледі. Біз өте қарапайым сандарды, өте қарапайым мысалдарды қарастыру арқылы таңба мәселесін түсінуге ұмтыламыз. Сонымен бірінші мысал 6 бөлу 3-ке. Мұны бөлу мақсат емес бізге, таңбаларменен жұмыс істеу мақсат. Сол себептен біз қазір жасырын тұрған таңбаларды ашып көрсетеміз. 6 дегеніміз ол плюс 6. Ал 3 дегеніміз ол плюс 3. Міндетті түрде жақшаға аламыз, өйткені бөлу амалымен қосу амалы қатарынан жазылып қалса, есептің мағынасы кетеді. Сол үшін санның таңбасы міндетті түрде жақшаға алу керек. Мен өткен сабақтардағы айтылған кейбір ұсақ-түйек мәселелерді қайталап отырмын, еске салып. Ал енді бұл жерден не көрінеді? Таңбада егер оң санға бөлінген кезде, онда оң сан шығады екен. Яғни, бұл есептің нәтижесі плюс 2 болады. Ал алдыңғы сабақтардан білетініміздей, плюс таңбасы жазылмайды, яғни есептің нәтижесі 2-ге тең. 6-ны 3-ке бөлгенде 2 болатынын бастауыш сыныптағы оқушылардың өзі жақсы біледі. Бірақ 2-нің алдында плюс таңбасы жасырын түрде бар екенін өңшең есте ұстау керек. Ол қажет болып қалатын жағдайлар болады. Бұл ең қарапайымы, тағы да айтамын. Келесі мысал. Минус 8-ді 4-ке бөлу керек. Тағы да таңбаларды ашып жазайық. Минус 8-ді сол күйінде жаза салуға да болады, олай жазылады. Кейбір жағдайда бірақ теріс санды жақшаға алып та жазу мүмкін. Олай болса, жақшаны да қойып көрейік. Минус 8-ді алдында ешқандай сан жоқ болғандықтан жақшасыз жазса да болады, жақшамен жазса да болады. Қажет уақытында әрине. Бұл екі жазудың ешқандай айырмашылығы жоқ. Бөлу керек. 4 дегеніміз ол плюс 4. Олай болса, теріс санды оң санға бөлуіміз керек. Біз өткен жолы сандарды көбейту кезіндегі таңбаларды айтқанда мынадай бір қызық әңгіме айтқанбыз. Егер көбейту кезінде минус пен плюс таңбасы кездесіп қалса, онда әрқашан минус жеңіп кетеді дегенбіз. Бұл есте сақтауға көмегі тиеді деген әңгіме еді. Дәл міне бөлу кезінде де сол әңгімені пайдалануға болады. Егер бөлу кезінде де минус таңбасы мен плюс таңбасы кездесіп қалса, минус жеңіп кетеді бұл жерде де. Минус мықтылық қылады көбейту бөлу кезінде. Міне осылай есте ұстауға мүмкін болатын шығар. Кейін үйреніп кеткеннен кейін автоматты түрде істей беретін боламыз бұл мәселелер. Сонымен минусты плюсқа бөлген кезде минус жеңіп кетеді дедік, яғни минус шығады нәтижеде.
Болды, таңбаны анықтап алғаннан кейін ғана біз сандарды бөле саламыз. 8 4-ке бөлуді ол бірінші класстың, екінші класстың оқушысы да біледі. Яғни есебіміздің нәтижесі -2-ге тең. -8-ді 4-ке бөлген кезде -2-ге тең екен. Әрине, орындаған кезде бұлай ұзақ орындалмайды әрине. Мен мектепте қалай орындау керек оқушы, соны көрсетейін. -8-ді 4-ке бөлген кезде біз бұлай орындаймыз. Минусты плюсқа бөлген кезде минус шығады. Соны бірінші анықтап аламыз таңбаны. Кейін 8 4-ке бөле саламыз, 2 болады. Міне, мектепте осылай ғана қысқа орындалады. Ал енді бұл екі мысалдан біз мынадай маңызды ережелерді бөлек жазып қояйық. Бірінші мысалдан мынандай ереже шығады. Плюсты плюсқа бөлген кезде әрине ол плюс шығады. 10 санды 10 санға бөлгенде 10 сан шығады деген сөз. Ал екінші мысалдан мынадай ережені аламыз. Минусты плюсқа бөлген кезде минус шығады. Минус пен плюс бөлінген кезде, немесе кездескен кезде, минус таңбасы жеңіп кетеді. Әрқашан нәтижеде минус шығады. Олай болса, біз екінші ережені осы айтқанымыздан шығарып ала салуымызға болады. Плюсты минусқа бөлгенде ше, тағы да минус плюспен кездесті. Минус жеңіп кетеді. Яғни бұл жағдайда да нәтижеде теріс сан шығады деген. Бірден осы ережеге де мысал келтіре салайық. Мысалы, 10 бөлу -2-ге. 10 дегеніміз ол плюс 10, плюс 10. 10 санды -2 теріс санға бөліп отырмыз. Бөлу кезінде минус пен плюс жолықты, кездесті. Нәтижеде минус шығады. Минус жеңіп кетеді деп отырмыз. Минусты қойып қоямыз. Тағы да айтамын, бірінші сандармен есептеуден бұрын таңбаны шешіп алу керек. Таңбаны анықтап әдеттену керек. Осылай дағдыланған оқушы ешқашан таңбадан қате жібермейді. Бірінші таңбамен шұғылдану керек. Тағы да айтамын. Болды, таңбаны анықтап алғаннан кейін онды 2-ке бөле салу ол қиын емес. 5-ке тең. Нәтижеде -5 шығады. Міне үшінші ережені көрсететін мысалымыз. Ал енді келесі ереже. Ол үшін мына бір мысалды қарастырамыз. -4-ді бөлу керек -2-ге. Теріс санды теріс санға бөлу керек енді. Көбейту кезінде, минусты минусқа көбейту кезінде біз былай деп айтқанбыз. Көбейту кезінде минус пен минус кездесетін болса, онда екеуі бір-бірін жойып жібереді да плюс қалады дегенбіз. Осындай бір образды әңгіме түрінде айтқанбыз. Есте тезірек қалдырудың бір амалы ретінде. Дәл сол амалды осы жерге де қолдана салуымызға болады. Бөлу кезінде де минус пен минус кездессе, мына жағдайда, онда минус пен минус бір-бірін жояды, плюс шығады. Яғни минусты минусқа бөлген кезде плюс шығады. Таңбаны анықтап алдық, 4-ті 2-ке бөле саламыз, 2 шығады. Негізі бірақ плюс жазылмайды, сондықтан нәтижеде 2 шығады. Олай болса, бұл мысалдан тағы бір ережені жазып қояйық. Минусты минусқа бөлген кезде плюс шығады. Сонда бізде бөлу таңбасына арналған 4 ереже пайда болады. 4 ереже. Ал енді бұл ережелерге де бір аңғарып қарасақ, кейбіреулердің арасында ұқсастық бар. Есте тезірек сақтау үшін, ұзаққа сақтау үшін ережелердің арасындағы ұқсастықтарды да пайдаланған жақсы болады. Мысалы, бірінші ереже мен 4-ші ереженің қандай ұқсастығы бар? Плюсты плюсқа бөлсе де плюс шығады екен. Минусты минусқа бөлсе де плюс шығады екен. Міне осыны есте ұстау керек. Аттас таңбаларды бөлген кезде 10 сан шығады екен. Ал енді
екінші ереже мен үшінші ережеде минус пен плюс кездесетін болса, бөлу кезінде және көбейту кезінде әрқашан нәтижеде минус шығады. Минус жеңіп кетеді деп сөйледік. Міне осылай 4 ережені өте жылдам есте ұстауға болады. Міне бөлу кезіндегі таңбалардың құпиялары. Қиын емес, бірақ өте сақ болу керек. Тағы да айтамын, мен бірінші сабақты бастардың алдында айтқан, көбінесе төменгі класстар ғана емес, жоғары сыныптардың оқушыларының өзі минус таңбасынан өте көп қате жібереді. Міне сол қателерді жібермеудің амалын істеу үшін біз осы минус құпиялары сериясын бастадық, және бұл ұзаққа созылады. Әлі минус таңбасының құпиялары өте көп. Біз сол құпияның барлығымен күресіп, барлығының сырын ашып, онда о минус таңбасынан ешқашан жеңілмейтіндей дәрежеге жетуге тиіспіз. Сол үшін келесі сабақтарды да мұқият қарап жүрген оқушы әрқашан минус таңбасынан озып, оны жеңіп шығатын болады. Ал енді бірнеше мысал келтірейік. Бірінші мысал. Мысалды енді біраз қиындататын шығармыз. Өйткені біз қосу, азайту, көбейту, бөлу 4 амалдың өзіне де минус таңбасымен қалай жұмыс істеу керек? Минус пен плюс таңбалары кездескен кезде не болады? Барлық 4 амалдың да таңбалармен жұмыс істеу құпияларын негізінен қамтыдық. Сол үшін мысалдарымызды сол мысалдардың, амалдардың барлығын қолданып жаза беруімізге болатын шығар енді. Сонымен бірінші мысал. Ойдан шығарып, бірден жаза берейік. Мысалы, 6 көбейту, 3 қосу, минус 7 көбейту, минус 1 азайту, 10 бөлінген минус 2. Міне, біздің қарапайым мысалымызда 4 амалдың 4-і де бар. Оң сандар да бар, теріс сандар да бар. Ал орындап көрейік. Амалдардың ретін белгілі болайық бірінші. Бірінші амал көбейту орындалады. Екінші амал көбейту орындалады. Үшінші амал бөлу орындалады. Ол амалдарды орындау кезінде міндетті түрде таңба ережелерін ескеріп, бірінші кезекте таңба мәселелерін шешіп алуға тырысамыз. Сонымен төртінші амал ол қосу, ең соңғы 5-ші амал ол азайту. Яғни есебіміз 5 амалдан тұрады екен. Ары қарай кеттік. 6 ол плюс 6, 3 ол плюс 3. Оң санды оң санға көбейткен кезде оң сан шығады. Олай болса плюс қойылмайды, 6 мен 3-ті көбейте саламыз. Сонда плюс 18 шығады. Плюс таңбасы тағы да айтамын, жасырын түрде. Екінші амалға өтейік. Минус пен минус көбейтілгенде плюс шығады. Плюс ол жақшаның алдында тұрған плюспен көбейтілгенде плюс болады. Яғни бұл жерде плюс таңбасы болады екен. Ал минустердің мәселесін уже неге алдымен шешіп қойдық. Сол себептен 7-ні 1-ге көбейте саламыз. 7 болады. Тағы да көреміз. Минус 7 минус 1-ге көбейткенде плюс 7 болады. Ол алдында плюспен көбейтілгенде плюс болады. Яғни плюс 7 шығады. Үшінші амалға өтеміз. Минус 10-ды минус 2-ге бөлгенде 4-ші ереже бойынша плюс шығады. Плюсты қойып аламыз. Кейін 10-ды 2-ге бөле саламыз, 5 болады. Міне бөлудің нәтижесі. Жақсылап қарау керек міне. Осындай таңбалардан қате жіберіледі. Минус 10-ды мұқият айтамын. 10-ның алдындағы минусты 10 санының таңбасы ретінде бірге айтып отырмын. Минус 10-ды минус 2-ге бөлген кезде плюс 5 шығады. Міне нәтижеде ешқандай минус таңбасы қалған жоқ.
Үш санды қоса саламыз. 7-ге 18 қоссақ 25, 5-ті қоссақ 30 болады. Яғни есептің жауабы 30 саны, яғни плюс 30 саны. Таңбалармен жұмыс істеу үшін берілген есептердің өзіндік бір көрінісі басқаша болады. Соны аңғарып отыру керек. Міне осы есептің таңбаға берілген біз қалай анықтаймыз десек, теріс сандар беріліп көбірек. Теріс сандар жақшаға алынып беріледі. Міне осындай белгіден бірден түсіну керек. Бұл есепте мен таңбаны байлауым керек екен. Бірінші кезекте таңбалардың мәселесін шешіп алуым керек екен деп, соған бейімделу керек. Бірінші таңбамен жұмыс істеу керек. Сонда ешқандай қате кетуі мүмкін емес. Көп есеп шығарған бала тез бейімделіп кетеді. Ондай балдарды мен білемін. Ондай өте минус таңбасынан қатені жібермейтін, өте мұқият шығаратын, өте тиянақты балалар бізде өте көп. Ал енді басқа балаларда осы сабақтарды тиянақты оқып, сол балалардың қатарына тезірек қосылады деген үміттемін. Екінші мысал. 5 көбейту минус 6 бөлу 4 көбейту 5 дейік. Міне әтейі басқаша мысалды жаздым. Бұл жерде қосу азайту амалы жоқ, көбейту бөлу амалдары бір қатарда берілген. Мұндайда мысалдар болады. Ал қалай орындаймыз дегенде, ең сенімді әдіс ол мынадай. Көбейту бөлу амалдары қатарынан келсе, амалдарды орындауды сол жақтағы бірінші амалдан бастау керек. Яғни міне, мынау сол жақта тұрған бірінші көбейту ол бірінші орындалатын амал. Одан оңға қарай тұрған бөлу амалы екінші орындалатын амал. Ең соңғы көбейту амалы ол үшінші орындалатын амал. Тағы да айтамын, егер көбейту бөлу амалдары бір қатарда берілсе, қосу азайтусыз, олардың ең сол жақтағы амалынан бастап, солдан оңға қарай кезегімен орындау керек. Сонда қате жіберілмейді. Барлық жағдайда бұл амалдар дұрыс орындалады. Ал соныменен кірсек, бірінші амал көбейту плюс 5-ті минус 6-ға көбейткенде минус шығады. Плюсті минусқа көбейткенде минус шығады. 5-ті 6-ға көбейтсек 30 болады. Бірінші таңбаны шешіп алдық, кейін сандарды көбейте салдық. Бөлу амалы қазірше тұра тұрсын. Көбейту амалы ол да тұра тұрсын. Міне есебіміздің түрі жинақталды, өзгерді. Енді екінші амалымыз бөлу амалы орындаймыз. Міне. Мен әтейі бөлу 4 деп алдым. Сонда неге олай алғанымды қазір көрейік. Қарайықшы. Әрине бірінші таңбамен шұғылданамыз. Минус 30-ды плюс 4-ке бөлу керек. Минус 30-ды плюс 4-ке, минусты плюске бөлгенде минус шығады. Ал 30-ды 4-ке бөле аламыз ба? 34-ке бөліне ме деген сұрақ туады. Міне менің бұл мысалда бір жаңа қадамым бүтін сан 34, бүтін сан 4-ке дәл бөлінбейтіндей қылып алдым. 30-ды 4-ке бөлгенде дәл бүтін сан шықпайды. Бүтін бөлінбейді 34-ке. Мұндай есепті 5-ші сыныпқа дейінгі бастауыш сыныптың оқушылары әрине әлі өткен жоқ, білмейді. Бұл есеп 5-ші сыныптың оқушысынан бастап жоғарғы сыныптың оқушыларына арналған болады. Енді 30-ды 4-ке бөлгенде бөлшек сан шығады әрине. Яғни бөлшек сан дегеннің не екенін білу керек болады. Біз ол бөлшек сандарға келесі сабақтарда бөлуге өтеміз. Қазір араластырмайын деп отырмын. Бірақ бөлшектерден хабар келіп жатыр деген мақсатта міне осы мысалды осылай таңдап алдым әрине. Ал енді яғни 30-ды 4-ке бөлуге болады екен бәрібір. Ол кезде бөлшек сан деген сан шығады. Ол жай бөлшек түрінде болуы мүмкін, немесе ондық бөлшек түрінде болуы мүмкін. Ол басқа әңгіме. Дәл қазір қайтеміз енді. Бастауыш сыныптың оқушысы не істейді енді дегенде, ол 30-ды 4-ке бөле алмайды.
Сол себептен 30-ды 4-ке бөлемін деп қана жазуға мәжбүр болады. Солай жазып қояды. Оны осы тапсырманы берген мұғалімнің өзі қатеге санауға құқы жоқ. Бастауыш сыныптың оқушылары үшін дәл осылай қалдыру ол дұрыс деп есептеледі міне. Өйткені олар әлі бөлшек сандарды өтпеген, бөлшек сандарды да білмейді, әлі таныспаған. Бұл кемшілік емес. Бұл болашақтың тірлігі. Ал енді осылай жаздық дейік. Онда келесі көбейту амалы да солай қалады ғой енді. Онда 4-ті 5-ке көбейтіп жазып жіберуге бола ма деген сұрақ туады. Яғни былай жазуға бола ма? Минус 30-ды бөлеміз. 4-ті 5-ке көбейтіп жерсек 20 деп жазуға бола ма деген сұрақ туындайды. Ол дұрыс бола ма деген сұрақ туындайды. Біз осыны дұрыс еместігін ажырату үшін сәл басқаша тағы бір мысалды қарастырып жібере салайық. 3-ші мысал болсын. Дәл осылай алайынмын. 5-ті көбейтемін минус 6-ға. Әтейі дәл осы мысалды алып тұрмын. Оны бөлеміз 5-ке, 4-ке емес. Тағы да айтамын, енді бастауыш сыныптың оқушыларына да, 4-ші сыныптың оқушысына да шығаруға болатындай сан алып тұрмын. Өйткені 4-ті мен 5-пен ауыстырдым. Көбейту нешке дейміз? 2-ке дейік. Міне алдыңғы есебімізге тіптен ұқсайды, тек сандары басқа. Ал орындап көрейік. Бірінші амал көбейту. 5 плюс 5-ті минус 6-ға көбейтсек, минус 30 болады. Минус 30 болады. Екінші амал. Әлгі минус 30-ымыз бөлу керек 5-ке. Қайтадан жазып алайын, түсініктірек болу үшін асықпайын. Кейін барып біз екінші амалды орындаймыз. Минусты плюс 5-ке бөлгенде минус шығады. 30-ды 5-ке бөлсек 6 болады. Яғни минус 30-ды 5-ке бөлген кезде минус 6 шығады. Енді ең соңғы 3-ші амалға өтеміз, көбейту амалына. Минус 6-ны плюс 2-ке көбейткенде минус 12 шығады. Минусты плюске көбейткенде минус жеңіп кетеді. Минус шығады, минус 12 болады. Міне есепті орындадық. Көріп тұрғанымыздай, таңба ережелерін білсек, ешқандай қиындық туындау мүмкін емес. Тағы бір тексерейік. Плюсті минусқа көбейткенде минус болды, минус 30 болды. Минус 30-ды плюс 5-ке бөлгенде минус 6 шықты. Минус 6-ны 2-ке көбейткенде минус 12 шықты. Бәрі дұрыс. Есеп орындағанда әрбір оқушының өзінің жұмысын өзі қайтадан басынан жылдам тексеріп отқаны өте пайдалы болады. Осыған дағдылану керек. Әрине бұл тексеру амалдары өте жылдам орындалады. Жылдам орындау керек әрине. Оны созбау керек. Енді осы есепте қазір жоғарыдағы сұраққа жауап беру үшін сәл басқаша орындайық. Міне қайтадан жазып алдым. Ал амалдарды былай орындайық. Плюс 5-ті минус 6-ға көбейткенде минус 30 шығады. Оны біз бірінші рет орындадық, білеміз. Енді бөлуді орындамайық. Біз одан кейінгі көбейту амалын орындап жібере салайық. 15-ті 2-ке көбейтсек 10 болады деп. Міне айырмашылығын салыстырып бірден көруге болады. Ал енді минус 30-ды плюс 10-ға бөлгенде минус шығады. Таңбаны анықтап алып, 30-ды 10-ға бөле салсақ 3 шығады. Минус 3 шықты. Міне екеуін салыстырып көрейік енді. Жауаптары қандай болды? Әрине екі түрлі болды. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз амалдардың ретін бұзған кезде қате кетті міне. Қай жерде дегенде амалдарды көбейту бөлу амалдары бір қатарда келгенде солдан оңға қарай орындаған дұрыс болады. Ал біз бұл жерде бөлу амалынан бұрын соңғы көбейту амалын етерек орында жібердік. Сол себептен қате кетті. Бұлай
болмайды екен. Міне дұрыс мысалды да қарастырдық, қате мысалды да қарастырдық. Екеуін салыстыру арқылы есте қалдыруға жеңіл болатын шығар. Мұндай қате жібермеуге тырысатын шығармыз. Міне сабақты осымен аяқтайық қазірше.